Қажымұқан атамызды үлкен қажылыққа жіберген Сұлтан Хамидтің өзі екенін білесіздер ме? Сол заманда дүниежүзілік күрес ұйымдастырылады. Сол күрес жарысына 18 мемлекет қатысатын болады. Сол 18 мемлекет ішінде Осман империясы болады, Кеңес одағынан Мұқан атамыз шығады. Мұқан атамыз ол кезде қажылық атағына ие болмаған, үлкен қажылығын орындамаған. Сөйтіп жарыс барысында Мұқан атамыз финалға бәрін жеңіп, осы Осман империясының күресшісімен батқан кезде финалға шығады. Бірақ финалға шығар алдында Осман империясының делегациясы келіп, Мұқан атамызға мынандай бір сөздер айтады да: Мұқан дейді, біз сені осындай керемет сипатты, осындай күш қуатына, осындай әдебіне, осындай батырлығына біз сені қатты жақсы көреміз дейді да. Қатты сыйлаймыз, құрметтейміз дейді. Егер сен бұл финалға шығасың, біздің осы күресшімізді сен ұтуына ешқандай күмән жоқ дейді да. Сен оны 100% ұтып тұрсың дейді. Бірақ сен ұтсаң дейді, сен Кеңес одағының айтқан кезде жалауын, дүниежүзіне орыстардың жалауын дейді да, желбірететін боласың дейді. Егер біздің күрес ұтатын болса дейді, сен дейді бүткіл ислам әлемінің жалауын желбірететін боласың дейді да, мәртебесін көтересің дейді. Бірақ таңдау сенде дейді да. Сен қандай таңдау жасасан да, біз сені қалай осығанға дейін құрметтедік, сыйладық, қалай сені жақсы көрдік, солай да сені құрметтейтін боламыз. Таңдау сенде дейді. Сөйтіп Қажымұқан атамыз сол жарыста жеңісті кімге береді? Сол Осман империясының күресшісіне береді да. Сөйтіп Осман империясының жалауы желбіреп, айтқан кезде ислам әлемі айтқан кезде мәртебесі көтеріледі. Сөйтіп 2 ай уақыт өткен кезде Сұлтан Хамидтің өзі біздің Мұқан атамызды осы Стамбулға қонаққа шақырады. Құрметті қонақ ретіп шақырады. Осы Айя Софияға келеді, Стамбулдағы керемет жерлермен таныстырып, осында бір айтқан кезде үлкен бір мейрам жасайды. Күрес жарысын ұйымдастырады. Осыны мекендегі мықты күресшілерді шақырып, күрес жарысын жасайды. Мұқан атамыз бәрін ұтады. Сол айтқан кезде жарыста ұтқан түрікті де ұтатын болады. Соны танысқан Сұлтан Хамид Мұқан атамызды жақсы көріп, құрметтеп айтады да: Мұқанды енді қажылық жасауға жіберіңдер дейді да. Сөйтіп Сұлтан Хамид Мұқан атамызды делегациямен Иерусалимға, Аляксаға жібереді. Аляксадан Нұрлы Мединаға жібереді. Нұрлы Мединадан қасиетті Меккеге үлкен қажылығын жасауға сол үлкен себебін Сұлтан Хамид жасайды. Сөйтіп сол сәттен бастап біздің Мұқан атамыз Қажы Мұқан деген атақты сол кезде алатын болады. Сонда ерлігіне, сонда батылдығына сөйтіп елге қажы болып аталады. Былай қарасаң, сол уақытқа дейін қаншама мықты күресшілер, спортсмендер, атақты адамдар болды, бірақ мынандай ерлікпен, мынандай құрбандықпен есімі сақталған қандай қазақ атамыз бар да.